Есімім Медина Сақтағанова. 1 шілдеде 1993 жылы дүниеге келгенмін, Жаңаөзен қаласында. Содан мектепті Ақтауда бітіріп, ата-аналарым Астанаға оқуға жіберген. Бірінші мамандығым қаржыгер. Себебі ол таңда мектеп кезден өзімнің сәнге, модаға, сурет салуға қанша қызығушылығым болса да, ата-анамның қалауы бойынша ол заманда бұндай мамандықпен ақша таппайсың дегендей көптің ойы болды. Сол себепті ата-анамды тыңдап, мен қаржыгер мамандығына түстім. Аллаға шүкір, оны жақсы бітіріп, кейін өзімнің қалаған дипломымды ұстап, ата-анам алып келіп, міне сіздің арманыңызды орындадым, енді мен өзімнің арманымды орындауға барамын деп, бизнесімді ашуға әрине сол уақытта ата-анам көмектесті. 500 мың теңге 2015 жылы желтоқсан айында. 2015-тің желтоқсан айында 500 мың теңге беріп, сосын отырған жеріміздің арендасын ай сайын ата-анам төлеп тұрды, бастама жарты жыл. И сонымен бастап кеттік. Көп машиналар кредитке алынды. Сосын түсіндім, жалпы бұл мамандықты мен шын ниетімен жақсы көріп жасап жатырмын. Бірақ мықты маман ретінде мен кейбір нәрселерді білмеймін деп, өзім сол уақытта сырттай оқуға Астанаға тапсырған болатынмын. Екінші мамандыққа, дизайнер одежды мамандығына. Сөйтіп оқуды бастаған кезде параллельно осы жерде жұмысты істеп, барып экзаменді тапсырып келіп, солай-солай оқуды да бітірдім. Кейін 2019-да мен Милан қаласының Марангони университеті сән дизайн университетіне түстім. Магистратура бұл жерде заочно деген болған жоқ, мен очно оқыдым. 1 жыл Италияның Марангони университетінің дизайнер мамандығына. Fashion design women's wear деген әйел адамдардың. Ой жақта тармақтары өте көп, себебі специализированный университет болғасын. Сөйтіп оқуды бітіріп, барлығын Аллаға шүкір ата-анамның қолдауымен үлгеріп, анда жұмыс жасап, мында оқып, сөйтіп қазіргі таңда сол Аллаға шүкір өзімнің сүйетін ісімнің, еңбегімнің жемісін көріп отырғаныма қуанамын. Да, әрине ол көп. Бұл Марангони университеті әлемде ең небір қалаларда орналасқан: Нью-Йорк, Париж, Лондон және де Милан. Бірақ барлығын мен ұзақ 1 жылдай мұқият изучать еттім деп айтуға да болады. Бірақ көп отзывтар, мен қаншама студенттерге шықтым. Марангонидің Лондонында оқитын, Марангонидің Парижінде оқитын, бірақ Миланнан өте отзывтар көп болды. Сосын оған бөлек болашақ ертең оқуды бітіргеннен кейін тәжірибе алуға мүмкіндік көп берілетіні Миланда. Менің негізінде сол жердегі мақсатым оқуды бітіргеннен кейін 1-2 жылға сол жерде тәжірибе алуға, оқып үйренуге қалғым келген. Бірақ Алланың өзі осылай тағдырды жазды, что оқуды бітіргеннен кейін мен тұрмысқа шығып кеттім. Сөйтіп Миланда тәжірибе алу бәрі қалып қойды. Бірақ та мен ойлаймын, оқудың өзінде де көптеген білім алдым, тәжірибе алдым, көптеген талантты жастармен таныстым. Қазіргі таңда сол кісілермен әліге дейін біз жақсы қарым-қатынастамыз. Ауырлық ештеңесі жоқ, бірақ енді өзінің кейбір кездерде болады қиын, оңай жұмыс жоқ. Енді бізді кішкентайымыздан ата-анамыз еңбекке сүйіспеншілікті арттырды. Ешқандай дәреже, ешқандай қаражат жеңіл жолмен келмейтінін түсіндірді. Мүмкін сол себепті сондай тәрбиемен өскесін, бұл мен үшін күнделікті бір қарапайым нәрсе болып, сондай қарапайым нәрсе болды. Ол заманға азда емес, көпте емес. Бірақ ол 500 мыңмен біз машинка, барлық нәрсені алған жоқпыз. Машинканың барлығы кредитке жасалды. Және де 500 мыңға қажетті мынандай столымыз, сосын матамыз, сондайларға кетті. Енді сіз ол таңда болсаңыз, әрине айтар едіңіз, ешкім менсінбейтін еді мүмкін, да? Кішкентай, бізде дым ремонтсыз тек кіріп кеттік. Самый необходимый мынандай стол, мата и машинка.
клиенттер келген кезде мен айтамын, бұл уақытша и меркаларын шешемін, бүйтемін. Но маған мені қуантатын жағдай, қалада қаншама біздің танитын адамдарымыз ешқандай жаңағындай неге қарамай, ішкі бейнесіне, қай жерде отырғанымызға қарамай, қолдау ретінде көбісі келіп, өзінің қолдауын көрсетті, сосын өзінің жаңағындай шын ниетті жаңағындай үлес қосқысы келуін айтты. Сол үшін мен өте қуанам. Сол кісілердің арқасында қазір ойлаймын осындай деңгейге жетіп отырғанымыздың да. Бұл жерде бізді 2 ай бұрын показ негізі сентябрьде 9-на деп қойылды. Бірақ бізге жаздың уақытында Алматыдан организаторлар, бұл жерде американская компания организует EPN, New York Fashion Week. Бұлар Ақтаудан представитель тауып, Қазақстаннан представитель тауып, сол Қазақстанның представителі Қазақстаннан шығатын дизайнерді іздестірді бүкіл Қазақстан бойынша. Жас адам болғанын қалады, және ұлттық киім шығаратын. Сөйтіп олар бізге іздестіріп, бізге хабарласып, сондай ұсыныс берді. Бізде көптен бері армандап жүрген көрініс қой. Бұндай сән апталығына бару деген біздің көптен арманымыз. Кейбір адамдар ойлайды, енді бұл что-то невозможное было, орындалмайтындай. Бірақ ойлаймын да, мүмкін Алла тағала осылай бір адам, кез келген арман орындалып, Алладан тілеген кезде, менің ойымша, ол адамдар арқылы жібереді ғой, кез келген арманды орындау үшін. Мен ойлаймын, мүмкін бұл бізге беріп тұрған шанс, мүмкіндік шығар. Бұны біз жоғалтпауымыз керек. Мамамен ұзақ сөйлестік. Барамыз ба, бармаймыз ба? Енді бұл үлкен жол, үлкен жауапкершілік. Сол себепті біз ұзақ ойланып, бір аптада ойланып, иә деген жауап бердік. Бізге сондай уақыт берді, тығыз уақыт. Соның ішінде айтпасаңыз, біз басқа кісілерді іздестіруіміз керекпіз деп. Содан иә деп жауап беріп, біз тіке дайындыққа түстік. 2 ай бойы осында Аллаға шүкір біздің командамыз бірігіп барлығы еңбектендік. Осы жерде қондық та, тамақта жедік. Сөйтіп 2 айдың ішінде артыңызда көрініп тұрған эскиздегі 15 образ тігіліп, Нью-Йоркқа аттанды. Енді мына жерде көріп тұрсыз, бұл күзге арналған коллекциямыз болды. Күзде жаңағындай жапырақтар, ағаштағы жапырақтар түстері өзгереді ғой. Бірінші жасыл, содан қызарады, қызарғаннан кейін сарғаяды. Сөйтіп жаймен әдемі переход жасадық. Бізде сондай цветовая гаммамыз осындай болды. Одан бөлек маталарымыз барқыт, жібек матасы, сосын жібектен бөлек андай ручная работа. Бұл жерде енді бір образ толықтай 70% қол өнер жұмысы. Бұл жерде бір образға мысалы тек бір апта, мысалы кем дегенде примерно 5 күн кетеді. Себебі қол өнері бұл бөлек адам, тігу бөлек адам, бір киімді сонда 5 адамдай шығарады. Студенттер келеді бізге оқуға, как практикант ретінде, солар келеді. Егер де ұнап, өзіне осы менің ісім дегенде кезде, біз оларды уже постоянно оқу бітіргеннен кейін, бір жылдан бітіреді ол, мысалы 3-ші курстан кейін келеді, практика өтеді. Сосын біз айтамыз, егер сізге ұнаса, бір жылдан кейін сізді күтеміз. Сөйтіп бір жылдан кейін келгісі келсе келеді, біздің командаға енеді. Өз басым ойлаймын, әр дизайнермен, бізде мысалы қазір Маңғыстауда көп қой дизайнерлер, барлығымен жақсы қарым-қатынаста боламын. Себебі әр жаңағы дизайнердің, әр брендтің өзінің тұтынушысы болады, өзінің вкусы болады. Мүмкін біреуге менің стилім ұнайды, себебі біздер больше нәзіктікті, бір түстес, total look мысалы да, бәрі өте, бізді даже келіп айтқан клиенттеріміздің комментариясы ұнайды өте. Біз айтады, сіздерде біз келеміз, үлкен кісі болсақ та, 60-70-тегі болсақ та, біз өзімізді жаңағындай қыз сезінгіміз келеді, себебі ішкі дүние менің әлі 18 жаста дейді. Соған біз өте қуанамыз. Себебі менің стилім сондай, қазіргі таңда сондай нәзіктікті, сондай жаңағындай воздушность, легкость. Ең қымбаты дегенде ондай жоқ қой, себебі бұл жерде индивидуально больше заказ болады. Мысалы, сіз келесіз бізге, осындай киім керек, мен ерекше болуым керек, бұндай қайталанбау керек. Солай сияқты әр уақытта әртүрлі. Бұл матаның да сапасына, құнына байланысты, бұдан бөлек қол өнеріне байланысты. Но 1 миллион, 1,5 миллион примерно сондай болады. Киім дегенде, мысалы, бізде көйлектер болады. Көп сұранысқа ие, жаңағыдай хб матасынан, шыт матадан
40 мың минимум. И содан дальше уже өсе береді. Аудандардан ашуға сұраныс көп келеді. Бірақ қазіргі таңда ондайға біз әлі дайын емеспіз, себебі бізге оған үлкен команда керек. Ол жерге өзіміздің адамымызды жіберуіміз керекпіз. Бірақ франшизаны да алғысы келетіндер өте көп. Мен бір ұзақ уақыт франшизаны мониторить еткенмін. Біз ондай франшиза сатуға келетіндей компания емеспіз. Соны түсіндім. Егер ашқан жағдайда ол тек қана біздікі болады. Біздер қазіргі таңда бір орында отырмай, қазір енді біз Маңғыстаудың Ақтау қаласында отырмыз әзірге. Бірақ болашақта өсуді мақсат етеміз. Сол өсу үшін көптеген қазір білімді күшейтіп, тәжірибемізді күшейтіп, жан-жақтан жаңағындай таныстарымыз болса, мысалы да, кешегі мысалы Миланда оқып келген достарым да, олардың әрқайсысының өзінің бренді бар. Біреудікі Миланда, біреудікі жаңағы Таиландтың Пукет қаласында, Паттайя, олар енді масштабированиямен кетті. И сол себепті олар менен бұрын өсіп кеткендіктен мен олардан көптеген білім алам, сұрағанда кез келген сұрағыма жауап келеді. Сол себепті біздің қазіргі таңдағы болашаққа қойған мақсатымыз Қазақстанға атымызды танытып, одан бөлек әлемдік деңгейге өту. Біздің мысалы қазақтың ұлттық нақыштағы киімдерін заманауи етіп тігіп, соны біздің киімдерді шет елде көріп, осы Қазақстанның ұлттық киімі дейтіндей атқа ие болу біздің мақсат. Сол себепті қазіргі таңда Ақтаудан біз Алматы мен Астанаға ашқымыз келеді. Болашақта 1-2 жылдықта мүмкін соны көздейміз. Кейін уже шетелдік деңгейге. Негізінде шын мақсатым және арманым Нью-Йорктың 5-й авенюында үлкен бутигіміз болып тұру. Мен кішкентайымнан бұл істі өте жақсы көрдім. Мен самоучкамын, мен суретті жақсы көрдім. Сабақта мысалы, мен бірінші түскен профессиям Астана қаласында ЕНУ университетіне түстім физикке, себебі мен физика-математика мықты болдым. И сөйтіп физика маманда бірінші курс ЕНУда оқыдым, кейін 2-ші курс финансыға ауысып кеттім, себебі сол жерде бір мұғалімнің есіме түсіп кетеді. Физика пәнінде сурет салып отырмын, жаңағыдай қыздарды салам, киімді салам. И ағай көріп қалды, Медина, сабақтан кейін қалшы мен сөйлесейін деді. 1-ші курс. И сосын кішкентаймын еще, өзім андай клеен физиктердің қасында выделяться етіп жүргенмін ғой, киініп мысалы. И сосын Медина, мен просто сізған кеңесім болсын, мүмкін ойланарсың, ата-анамен сөйлесерсің. Сен негізінде сабағыңды жақсы оқығанмен физикада, мен кеңес берем, басқа мамандыққа әлі кеш емес ауысу. Ойланып қара, саған қандай мамандық ұнайды деді. Сосын мен айттым, мен дизайнер болғым келеді. Сосын мүмкін попробуй деді. И содан сол 1-ші курсты бітірердің алдында документтерді жинап тапсырып көрем ба дедім. Мені алмайды екен, себебі разница деген болады пәндердікі. Бұл физиканыкі больше технический болғасын, аяқта творческий, екеуі бір-біріне келмейді. 5 сабақтан аспау керек, ал ол жерде 8 сабақ. Сол үшін маған ол жерде 2-ші мұғалім, ол өмірдің жолы ғой, өмірдің жолында көптеген адамдар кездесіп тұрды. Біреу осындай совет берді, біреу мынандай. И мен ойладым, ұзақ ойландым да, содан ана кісі айтты, сен қаржыгер болсаң, анау мынаған қажет кедергі жасамайды. Мен айттым, сосын менің папам соны қалаған дедім. Ұзақ уақыт, и сол папамның да айтқанын тыңдамаған, дұрыс болмаған шығар, папамның айтқанын тыңдайын деп, сөйтіп қаржыгерге кеттім. Және де ол қаржыгер, деньги любит счет дейді ғой, ол ешқандай бизнеске де кедергі болмайды. И содан сөйтіп сол жаққа кеттім. Сөйтіп жүріп, сосын өзімнің жүрегім қалаған мамандыққа барғым келді, себебі бізде практика болады ғой. 4-ші курста бізді практикаға банкке жіберді, Казкоммерцбанкте жұмыс жасадым. И отырдым енді 3 ай бойы, сосын былай отырам. Әрине ол жүрегін, цифраны жақсы. Мен подружкам қаржыгер, өзінің жұмысын өте қатты сүйеді. Себебі ол математикадан өте андай махаббаты бөлек та. И мен жүрегімде творческий адам екенмін. И соны түсіндім, мен ұзақ бір орында отыра алмай екенмін дедім да, тынымсызбын. Құттай кезімнен тынымсыз. И содан сосын ештеңе етпейді, мен жаңағындай тәуекел етем дедім. Алдым, сөйтіп келгеннен сразу мамама айттым. Мамам, конечно, қарсы болды бірінші уақыттарда. Ой, не істейсің, қазір кредит аламыз, сосын оны жауа алмай қалсақ қайтеміз, қорқынышты ғой. А мен өзім, оказывается, мама оны кейін айтты, сен осындай рисковать етпегенде біз
сол уақытта отыра беретін едік. Мен сондай рисковать ететін адам екенмін. Ондай адамдар көп емес. Менен кейінгі мысалы бір отбасыда өстік қой. Менен кейін 4 баламыз отбасыда. Мен ең үлкені. Менен кейінгі сіңілерім ондай қылып істеуге қорқады. Мен оларға қанша андай поддержка беріп, былай жаса десем де, кішігірім іште қорқыныш болады. Сол себепті мен ойладым, кез келген адамға мүмкін ондай берілмейтін шығар. Поддержкадан бөлек, все равно адамның өзінде стержен болу керек шығар деп ойлаймын да. Шын жүректен енді Қазақстан халқын мерекемен құттықтаймын. Әрдайым тек аспанымыз ашық болсын, шаңырағымыз биік болсын. Бізден Қазақстанның жан жақтарындағы елдеріміз тыныш болсын. Себебі бәріміз бір туғанбыз. Сол себепті мен тек бейбітшілік тілеймін, жақсылық тілеймін. Үйлеріңізде тек қуаныш көп болсын. Енді жастарға келетін болсақ, шын жүректен айтарым, қазіргі таңда мен байқағаным, жастар өте талантты. Бізге қарағанда олар жаңағындай өзіне не керегін біледі, арманына, нақты арманына еш нәрсеге қарамай тіке жүреді. Сол себепті мен оларды өте құрметтеймін. Мен еңбекті сүйетін адамдарды ерекше құрметтеймін. Сол себепті айтарым тек, егер де арманыңыз болса, арманыңызды ешқайда жібермей, тіке соған ұмтылыңыздар. Егер де сізде еш нәрсе не получится, сондай деген нәрселер айтылса, ештеңені тыңдамаңыз, өзіңіздің жүрегіңізді тыңдаңыз. Себебі еңбек түбі сары алтын, еңбек етсең ерінбей, тояда қарның тіленбей деп тектен тек айтып кетпеген біздің ақын аталарымыз. Сол үшін ісіңізді сүйсеңіз, бәрі де болады. Тек шыдамдық, сабырлық, барлығы уақытымен. Кезінде мен білем, өзім 2015-те аштым. Көп деген адамдар сатқындық, сосын келеді, сосын қазір мынаны істеймін дейді, айтқанын істемей кетіп қалады. Сондай уақыттар, ол кезде мен кішкентай болдым, өзім 20-21 жас қой, енді оқуды бітіріп келген уақыт. Түнімен ата-анама көз жасымды көрсетпейін деп, үйге бармаймын, жұмыста отырып, жылап аламын. Себебі қорқатын едім, ата-анама көз жасымды көрсетсем, ата-ана ешқандай қаламайды ғой қызының жылағанын, мысалы. Қазір маған айтады, сен мына жерде жауып таста, сен өйстіп қиналып жүрген не керек, бар да лучше банкке бар деп айтады деп қорықтым да. Бұл жұмысты қанша андай жай қопырап бүйтіп отырсақ та, өз жүрегіммен қатты қиналып жақсы көрдім. Сол себепті ойлаймын, сондай егер қиындық сіздің басыңызға түсіп тұрса, қандай болса да төзіп біліңіздер. Қиындық тектен тек келмейді. Кез келген қиындықтың артында әдемі күн туады бұйырса. Сол үшін сәттілік, барлығыңызға жақсылық тілеймін.